Сәлем достар, сіздермен бүгін духовкада пісетін пончики жасаймыз. Бізге керегі жылы сүт, үстінен дрожжи салып, 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, дрожжымыз көтерілгенше тындырып қоямыз. Жұмыртқаларын салып, үстінен тұз, қант салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыру керек. Араластырып болған соң үстіне комнатный температурада тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң жаңағы жылы сүтімізді дайындап қойған сүтті салып араластырамыз. Араластырып болған соң ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 1,5 сағатқа тындырып қоямыз көтерілгенше. Көтерілген қамырды жайып, болған соң осындай бокалмен формасын келтіріп алдым. Ортасын насаткамен бөліп алдым. Осындай формочка шығарып аламыз. Егер сіздерде пончиктардың дайын формалары болса, сонымен кесіп алсаңыздар болады. Ертілген шоколадқа үстіне жаңа піскен пончигімізді малып аламыз. Шоколадты микроволновкада ертсеңіздер де болады. Дайын болған пончиктерге узорлар немесе посыпкалар сепсеңіздер болады. Ас болсын.